көбісі айта бермейтін жасырып келген құпия приложениені сіздерге айтайын деп жатырмын. Бұл приложение Innovation Maker деп аталады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай конвертик. Долгожданный конвертик. Бұны көбісі енді платный курстарында айтады. Мен өзім де солай жасағанмын. Енді тегін доступқа сіздер де біліңіздер деп шығарып отырмын. Innovation Maker. Мүмкін араларыңызда білетін адамдар бар, мүмкін жоқ. Сонда да қарап өтіңіздер. Бұл деген енді бір жақсы бөліп қойған. Вот день рождения, свадьба, для 18+, 1 годик, да, вот свет 16 дейді. It's a boy, девичник, там, помолвка, дегендер енді өте көп. Қарасаңыздар. Даже наурыз бар. Еще Рамазан. Мерекелеріне, Новый год, Хэллоуин дегендей көп деген мейрамдарға шаблондар бар. Мысалға, свадьба дегеніне кіріп көрейік, үстін бір рет басамыз. Сол кезде мінеки осындай көп деген шаблондар ашылады. Мыналарды көріп тұрғандарыңыздай, бұлар біз футажы каналға салған нелер. Шаблондар, Енді бұл жақтың плюсы осы. Енді бір минус деп айтпай қояйын. Енді бұл кісілердің де жасаған еңбектері орасан зор ғой. Бұл платное приложение. Платное приложение. Бұл жақта сіз сатып алу үшін half year subscription, жарты аяға $25. $25 дегеніңіз қанша? 401 деген курсқа көбейткен кезде где-то 15 мыңдай ма? Annual subscription деген бір жылдық 40 юан. И вот lifetime member, лимитированная распродажа деп тұр, яғни тоже без ограничения. $40 бір жылға емес, қанша жыл пайдаланамын дейсіз, сонша жыл сізде ашық болып тұрады. Енді сіз осы салада жасаймын, осындай шақыру билеттер жасаймын мен. Бұл сала өлмейді, дальше жасай беремін десеңіз, можете осы lifetime memberмен сатып алуға. Я вам советую деп болған. Бір жақсысы бұл жерде сразу фотоларын қойып өзгерте бересіздер. Мысалға, біреудің үстін басайық. Мынаны. Маған қазір платный версиясын сатып алғаннан кейін басамыз. Не дизайнға басамыз. Сол кезде мындай беттері бізге ашылады. Мына жерден сразу фотосын өзгертесіздер. Өзгертетіннің үстін бір рет басасыздар. И сразу осы жерден өзгерте бересіздер. Стильдерін көрдіңіздер ғой. Мінеки. Әдемі жазулар тоже бар. Мінеки. Нунита деген плейлист қазақша түсінбейді. Қазақ Playfire түсінеді қазақша. Қазақша әріптерді қазақша жасап береді. Мынаны көрейік. Өзгерді, Анша емес, мен бұл жерге үстін бір рет редактировать дейсіздер. Анша емес, мысалға мен және деп жазып көрейін. Түсіне мекен көрейік. Және, окей. Және жазылып тұр. Бұл осылай тоже өзгерте бересіздер, үстін басып, болмаса ана жақтан редактировать етесіздер, да? Окейді басасыздар, сол кезде жоқ болады. Осылай каждыйын өзгертіп, окейді басасыздар, сол кезде сақталады. Потомнан бәрін өзгертіп болғаннан кейін аяқта конвертін ауыстырсаңыздар болады. Конвертте өздеріңізден алған конвертті қоясыздар. Енді бұның барлығы платный болғаннан кейін, естественно, төлейсіздер ақшасын. Потом барып, бұл сақталады, айтпесе сақталмайды. Скачать ететін кезде сатып ал деп шығарады. Енді
сатып алу сатып алмау өз еріктеріңізде. Жаңағындай айтқандай, ары қаратай мен осы саламен жұмыс жасаймын десеңіздер, сатып алсаңыздар болады. Менің бұл YouTube каналым қосымша табыс табуға көзделген, кішкене болсын көмегім тисін деген ниетпен. Сондықтан жазылып алыңыздар.